Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Пайдалы ақпараттарды 99% адамның тіркелмей қарайтыны өкінішті. Сіздерден өтініш, осы каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап, қазақша контентті қолдап кетулеріңізге болады. Донер адам өмірін 36 минутқа қысқартады. Ал онымен бірге ішілетін кола ғұмырыңызды 13 минутқа кемітеді деп ғалымдар жар салуда. Оны әртүрлі зерттеулер нәтижесімен дәлелдеген. Бірақ оған құлақ асып жатқан жан бар ма? Фастфудтан бас тарту үшін не істеу керекпіз? Қазір екінің бірі донер жейді. Көше тағамдарының ішінде дәл осы тез әзірленетін әрі дәмді асқа сұраныс өте жоғары. Ал оның да зияны бар екенін біреу білсе, біреу білмейді. Мысалы, оның құрамындағы ет пен картоп қайта өңделген өнім. Картоп қайта пайдаланылған майға қуырылады, ал ет алдымен асылады, сосын кейін отқа қақталып, онан кейін престеледі, содан кейін ол қайтадан қақталады. Яғни, ондағы барлық пайдалы дәрумендер жойылып кетеді. Кез келген өңделген еттің 1 граммы орта есеппен өмірді 45 секундқа қысқартады. Шұжықтың әр граммы адам өмірін 27 секундқа азайтады, ал хот-догтың құрамындағы қауіпті натрий мен трансмайлы қышқылдар өте көп. Негізінен адам өміріне ең қауіпті 3 өнім бар. Ол бірінші трансмайлар, қант және тұз. Осы заттар денсаулыққа үлкен қауіп төндіреді. ВОЗ-дың мәліметі бойынша адам тәулігіне 5 грамм тұз тұтыну керек. Сондай-ақ қызыл ет, қуырылған азық-түлік те денсаулыққа зиян. Тіпті қуырылған тауықтың 1 порциясы мерзімінен бұрын өлу қаупі 13%-ға арттыратынын көрсетеді. Кез келген қуырылған тамақ жүрек қан тамыр жүйесін нашарлатып, қант диабетін туғызуы мүмкін. Ең жаман өлім ақ өлім дейді ғой. Ол қант. Өйткені бізде қант барлық жерде қосылады. Мысалы, ол соус дейік, тәтті тағамдар дейік, және мына жалпы кухняның өзінде де қосылып жатқан тамақтардың барлығына қант қосылады. Басқа өнімдерді былай қойғанда, фастфудтың зиян екенін дабыл қағып жайлы айтып жатқан біз ғана емес, бірақ жейтін ауыз тыйылар емес. Бәріміз біліп тұрсақ та, фастфудты жеуімізді доғарар емеспіз. Өйткені фастфуд өте тез дайындалады. Тез жеп кете бересің. Бұрынғы адамдар неге ұзақ өмір сүрген? Олардың тағамтануларында фастфудтар болмаған. Олар тек экологиялық таза тағамдарды жеген. Қазіргі барлығы де химикат. Күнделікті еш алаңсыз жейтін тағамымыз осыншалықты қауіпті екенін білмегенде шығарсыз. Дегенмен өмірді ұзартатын пайдалы өнімдер де жетеді. Мысалға, жаңғақтың 1 порциясы өміріңізге 26 минут қосса, арқан балық, яғни лосось 16 минут өміріңізді ұзартады. Сондай-ақ дәнді дақылдар мен жеміс-жидектерді көп тұтыну керек дейді мамандар. Тек кеш тамақтанудан бас тартқан дұрыс. Яғни жатар алдында түнгі сағат 1 мен 2-нің арасында тамақ жеуді доғарғандарыңыз өте дұрыс. Сонымен, мына жерде айтылған ақпараттарды пайдаларыңызға асырып, донердің қандай да зияны бар екенін білдіңіздер. Адам басында айтып кеткендей, адам өз таңдауын жасайды. Өміріне, өзінің денсаулығына көңіл бөлгісі кеп, ұзақ өмір сүргісі келсе, әрине бұндай нәрселердің бәрін доғарады. Ал денсаулыққа бейжай қарап, уақытынан ерте ауырғанды қалаған адам, әрине бұны бейсаналы түрде жей беруі мүмкін. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.